Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі тез дайындалатын сметанник пирогын жасаймыз. Пирогты жасау үшін бізге 2 жұмыртқаның сары уызы қажет. Ал ақ уызын біз начинкамызды жасаған кезде қолданамыз. Жұмыртқамызды қантпен жақсылап араластырамыз. Екі ас қасық сметана қосамыз. Және алдын ала ерітілген сары майды немесе маргаринді қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оған біз ұнымызды саламыз. Үстіне разрыхлительді қосып, жақсылап қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне достар, біз қамырымызды илеп болдық. Енді оны целлофан мешокқа салып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта біз начинкасын дайындайтын боламыз. Оған 1 жұмыртқа және де бағана қалдырып қойған 2 ақ уызды саламыз. Қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Және 1 ас қасық көлемінде кукурузды крахмалды қосамыз. Қалауыңызға қарай ванильный сахар да қосуға болады. Міне сонымен біз пирогымызды қамырын осылай формаға жайып саламыз. Формамызды астында пергамент қағазы болған дұрыс, яғни ол пирог сол кезде жабысып қалмайды. Қолдың көмегімен осылайша тегістеп аламыз. Бортиктарын қамырдың жоғары етіп жасаған дұрыс. Сол кезде біздің сметанамыз сағып кетпейді. Сметанник тортымыздың, пирогымыздың, яғни сәл тегістеп жібереміз. 180 градуста шамамен 60 минут пісіреміз. Достар, міне біздің өте жұмсақ пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжан, сау болыңыздар.